Мұса пайғамбар деген кім? Мұса пайғамбар туралы фильмді көргендеріңіз бар ма? Мұса пайғамбардың рөлін сомдаған Дуглас Скотт туралы не білеміз? Бүгінгі Дара тұлға бағдарламасында мен сіздерге Мұса пайғамбар туралы фильмді және оның рөлін сомдаған Дуглас Скотт туралы қысқаша мәліметті баяндап беремін. Студияда Лаура Ерланқызы, менімен бірге болыңыздар. Көп ғалымдар Мұса пайғамбарды шынайы тарихи адам емес, аңыз ретінде қарайды. Жалпы осы Израиль халқы, яғни еврей халқы, Египетте өркендеп, өсіп-өніп, күшейіп алғандары соншалықты жер солармен толып кетеді. Сол заманда Мысыр елін жаңадан билік құрған патшасы израильдіктердің көбейіп жатқанын көріп, ол өзінің қол астындағы адамдарға мынадай бір бұйрық береді. Қазіргі израильдіктердің көбейгені соншалықты, күндердің бір күнде біздің дұшпандарымыз бізге қарсы тұрған кезде, ол сол дұшпандарымыз жақ болып, бізге соғыс ашуы әбден мүмкін. Сол себепті біз Израиль халқын не істейміз? Ауыр азапты жұмысқа саламыз деп сондай бұйрық береді. Бірақ еврей халқы неғұрлым азапты ауыр жұмыс деген сайын соғұрлым олар көбейе түседі. Бұны көрген мысырлық патшасы ашуға беріліп, әр израильдіктердің отбасында дүние келген нәрестені өлтіріңдер, өлтірмес бұрын алдымен оның жынысына қараңдар. Ұл бала дүниеге келсе өлтіріңдер, ал қыз бала дүниеге келсе оны тірі қалдырыңдар дейді. Сол кезде Леуи руынан шыққан адам өзінің руынан әйел алып, әйелі жасырын түрде босанып, осы бұйрықты естіген кезде баланы жақсылап тұрып, себетке орап, яғни Мұсаның кішкентай нәресте кезіндегі еврей анасы Жокебед себетке орап, жақсылап Ніл өзенінің бойына ағызып жібереді. Ніл өзенінің бойында келе жатып, алыстан Египет ханшайымының серуендеп демалып жатқанын көреді. Египет ханшайымы алыстан келе жатқан себетті көріп, жанына алып қараса, кішкентай нәрестені көреді. Ол өзінің бауырына басып, оны ордаға алып келеді, яғни Египет сарайына. Сөйтіп оған Мұса деген ат қояды, яғни шығарып алынған деген мағынаны білдіреді. Жылдар өте бала Мұса ер жетіп, сол елде өмір сүреді. Күндердің бір күнде ол сол елде дала кезіп жүрген кезде мысырлық адамның еврей халқының бір адамын азаптап ұрып жатқанын көріп, ашуға берілген Мұса мысырлықты ұрып өлтіреді. Оны басқа да адамдар біле бастайды Мұсаның осы әрекетін. Сосын Мұса не істейді? Ол өзінің, яғни Мысыр елінен Мадиян еліне қашады. Мадиян елінде бір діни қызметкер өмір сүреді. Оның 7 қызы болады. Сол 7 қызының біреуіне ол үйленіп, сол жерде неше жылдан бері өмір сүріп келеді. Күндердің күнінде Мұса пайғамбар жанып жатқан тікенді бұтаның арасынан Израиль халқы Мысыр елінде қатты қиналып, олардың айғайлаған дауыстары соншалықты, оларға мен құлақ асып келемін. Сол себепті сен қайтсең де Мысыр еліне барып, сол жерде өз халқыңды сен құлдықтан алып шығаруың керексің деп, жаңағы Құдай Мұсаға сөйлеп солай бұйрық береді. Әрине, Мұса пайғамбар ол да адам, ол бірақ айтады. Оның да жаңағы бойын қорқыныш билейді. Қалай алып шығам, бұл қалай болады, бұл оңай дүние емес қой деген сияқты. Бірақ Құдай оған уәде береді. Сол мысырлықтарды, кешіріңіздер, израильдіктерді жаңағы Мысыр елінен алып шыққанға дейін мен сенімен бірге болам деп уәде береді. Осылайша Мұса жаңағы Мысыр еліне барып, еврей халқының босату туралы перғауынға барып, яғни сол кездегі нағыз шайқасы басталады.
Құрметті тыңдармандар, енді мен қазір сіздерге Мұса пайғамбардың фильмі туралы жаңадай ақпаратты, мәліметті аяғына дейін бергім келмейді. Егер сіздерге Мұса пайғамбар туралы фильм ұнайтын болса, осындай қысқаша мәліметті ести отыра, егер көруге деген қызығушылықтарыңыз болса, әрине сіздер YouTube желісінен көрсеңіздер болады. Ал енді мен қазір сіздерге осы Мұса пайғамбардың ролін сомдаған актер Дуглас Скотт туралы қысқаша қызықты мәлімет бергім келіп отыр. Шотландиялық актер Стивен Дуглас Скотт 1965 жылы 25 қарашада Шотландияның Гленротс қаласында дүниеге келді. Оның әкесі де актер Алан Скотт, ал анасы медбике болып жұмыс істейді, яғни есімі Эльма. Дуглас Скотт өзінің актерлық білімін Уэльс колледжінде алады. Ең алғашқы өзінің актерлық қабілетін, өнерін театр сахнасынан бастайды. Содан кейін барып кино саласында бет бұра бастайды. Оның қоржында 40-тан астам фильмдер бар. Сол фильмдердің бірі осы Мұса пайғамбар туралы мен сіздерге айтып бердім. Және соған қысқаша тоқталдым. Ал енді осы Дуглас Скоттың жалпы атағы даңқы солдат фильмінде ойнаған майордың ролін Рори Тейлор арқылы әлемге әйгілі болды. Оны басқа да кинорежиссерлар актерлік қабілетіне тәнті болып, оны басқа да фильмдерге шақыра бастайды. Ал жеке өміріне келетін болсақ, ол кешіріңіздер, жеке өміріне келетін болсақ, Клэр Форлане әйелі, яғни екеуінің ортақ балалары бар. Бір ұл, бір қызы, Иден және Габриэль. Енді міне сіздерге осы Стивен Дуглас Скотт туралы қысқаша мәлімет бердім. Мен жаңа айтып кеттім, оның қоржында 40-тан астам фильмі бар. Сол фильмдердің ішіндегі ерекше тоқталғаным Мұса пайғамбар туралы. Жалпы осындай рухани рөлдерді, осындай ауыр рөлдерді ойнап, сол Мұса пайғамбардың өмірін зерттеп, ол келе салып ойнай салған жоқ. Оның өмірін зерттеді, оның өмір туралы оқыды. Ол келе жазбалардан мәлімет іздеді. Ол қандай пайғамбар болды? Оның өмірінде сол, яғни өзінің халқын Мысыр елінен алып шығу үшін қандай қадамдарға барды, алдында қандай қиындықтар кездесті, ол Құдайдың уәдесіне сенді ма, Құдай өзінің уәдесіне берік тұрды ма, ол уәдесін орындаған Құдай болды ма? Міне осы Мұса фильмі арқылы сіздер көптеген керекті, пайдалы ақпараттарды ала аласыздар. Және де осы фильмдерді көрген сайын адамның өмірінде де ұқсас жағдайлар болуы әбден мүмкін. Сондықтан да рухани фильмдерді көріп, өздеріңіздің сенімдеріңізді осы пайғамбарлардың өмірлері арқылы сіздерде де сенімділік болсын. Сондықтан да себебі Құдай ол ешқашанда бұл пайғамбар, мынау кедей, мынау бай деп қарамайды. Әр адамның өмірінде өзінің тағдыры болады, өмір болады, қиындығы болады. Бірақ Құдай өзінің уәдесінде тұратын Құдай. Ол әр қашанда өмірінің соңына дейін сенмен бірге бола білетін Құдай екенін ұмытпайық. Әрқашанда рухани құндылықтармен жанымызды сусындап, рухани азыққа толтырып, әрқашанда рухани құндылықтарға кенеле беріп, тыныш және де сенімді түрде өмір сүре білейік. Осымен бағдарламам аяқталды, Дара тұлға бағдарламасы. Сіздермен болған Лаура Ерланқызы. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.